Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Арнаға қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Әңгіменің жалғасы 27 бөлім. Дәліздің ұшынан қайтқан біраз жігіттер көрінгенде бәріміз қорқып кеткеніміз рас. Әсіресе мен қатты қорықтым. Өйткені мына шал бірдеңе бүлдіре ме деген арам ой миыма сап ете қалды. Сақтанбасаң болмайды, бұл алжығаннан бәрі шығады. Жолын тауып басшылыққа жеткізген болса деп ойладым. Мыналар мені қамап қойды деп хабар жіберсе, бір топ күзетшімен бастықтың өзі келуі мүмкін. Себебі оған да түрме ішінен төтенше жағдай керек емес. Сосын ауыз жаласып отырған шал өліп қалса, мұның сырттағы шабармандары атойлап келіп, түрме бастығының жағасынан алатындығы анық. Жігіттер, бәрін қару алдыңдар ма? Алдық малой, алдық деп сыбырласып жатыр. Ендеше өліспей беріспейміз деп қайталадым. Құрсын, бір жағынан күлкілі екен, елімде өлген ерлер бар, бірақ біз кім үшін өлеміз? Біз ел үшін өлеміз бе, әлде екі елі үшін өлеміз бе? Қайда барсаң да бір өлім ғой, дегенмен кім үшін және не үшін өлгенің маңызды. Бұл кешкі атбойдан кейінгі уақыт. Дәліздің жарық шамдары сөніп, әр жерге күйбеңдеген көлеңке көрінген. Малой, ананы қара деп әлде біреу түрткендей болды. Нені деп үңіле түстім. Қарашы, арасында аппақ кроссовки киіп алғандар бар дейді. Ендеше дұрыс жігіттер, мыналар біз күткен қыздар ғой деппін. Оны естігенде топырласқан жігіттер темір торға үңілді. Әйтеуір аяқ дыбыстары естілмейді. Мыналар күзеттің киімін киіп алған қыздар ғой. Анау алда келе жатқан өзіміздің күзетші. Жақындап келген күзетші қолындағы таяғымен тор есікті ұрды. Кеттім деп сып беріп жетіп бардым. Ешқандай чіпі болмасын, бастықтың бұйрығы солай. Мына қыздар таңғы 5-те шығатын болсын деп сыбырлап, қалтасынан кілт шығарып есікті ашты. Мәз саған, бастарына көк түсті кепка киген 10 қыз. Бірінің көзі сығырайса, тағы бірінің көзі жіпсейіп тұр. Одан біразының көздері көк пеңбек тұздай. Қош көрдік бикештер, мархабат деп жол бердім. Бір-біріне қараған қыздар аңтарылып тұрған. Неғып тұрсыңдар, тездетіп кіріңдер деп бұйыра сөйлеген күзетші қолындағы таяғымен бір қызды түртіп қалды. Ол хатаға қарай аяңдай берді. Оның соңынан басқа да қыздар ерді. Мыналардың киімін шешіп қарамасаң білінбейді, қайсының фигурасы мықты деп соңдарынан қарап келе жатырмын. Қасқыр көрген қойдай болған қыздар бажырая қарап зытып барады. Құрсын, бұлтиған құйрықтары әртүрлі, үлкен кіші орташа дегендей. Есіктен кіргенде қызықтың да қызығы болды. Ұзын дәліздің бұрышына тұрғызып қойып таңдау жасап жатырмыз. Қане малой, қайсысын аласың деп сайгак ұры қалжыңдап қояды. Киімдерін шешсін, сосын таңдаймын. Әрең тұрса қайтсын, қане қыздар киімдеріңді шешіңдер деген сайгак айқай салды. Алайда бір-біріне қараған қыздар тұра берді. Неғып тұрсыңдар, шешініңдер дедім ғой, деген сайгак айғайлап әлек. Екінші тұрған қызға жақындадым, бойы ұзын, әдемі көрінді. Шеш киіміңді. Что? Деп көзі жыпылықтап тұр. Ой, сен русская? Да, дейді. Үшінші қыздың жанына бардым. Қазақсың ба? Нет, кореянка дейді. Мыналардың арасында қазақ қызы бар ма өзі? Анау тұрған қазақ сияқты деген сайгак саусағын шошайтты. Сен қыз қазақсың ба деп жанына бардым. Да, дейді. Да дегені несі, қазақша сөйлейсің бе өзің? Немножко понимаю деп төмен қарады. Мүмкін қазақша білмегенім үшін өлтіреді деп қорыққан шығар. Өйткені айналасының бәрі дуалмен қоршалған түрмеге келіп тұр. Бұл жерде жақсы адамдар отырмайды. Негізі бұларды әкеліп тұрған біздің 100 теңге. Бұл бір айлық жалақыдан көп. Жақындап барып қолымды создым. Қыз төмен қарап дірілдеп тұр. Қане, көтер басымды. Саусағымның ұшымен иегінен көтердім. Кәдімгідей дір-дір етеді. Демек жақында қойылған, былайша айтқанда свежий. Қанша болды? Көзін төңкеріп үрпие қарады. Қанша болды деймін саған? Я новенькая деп безілдеп берді. Кеттік. Қолынан тартып кеттім, қалған қыздарға лап қойды. Арттарына қарамай жасына қарап, қыз таңдап жатыр. Жасырағы жастарға,
жасы үлкендері үлкендерге дегендей ақша төледі ғой. Атың кім сен қыздың? Аяука деп төсекке жата кетті. Осыдан кейін нағыз шын ойнақ басталды дерсің. Кереуеттер сықырлап, қыздар қиқулап дегендей. Әй жүгірмектер, шеттеріңнен Құдай атсын. Шал, жөніңе жат қақпас. Жатпаймын, бәріңді Құдайға тапсырамын, арамзаға жол беріңдер дейді. Қысқасы жігіттердің айтқанына қоймады. Есікті ішінен теуіп айғайлай берді. Қыздың қызығынан босамай жатырмын. Шалдың жағы тынбай сайрап тұр. Қап, мына қақпасты бір ұрып жағын айырсан ғой. Бұлай қашып тұрш, мен қазір келемін. Есікке кілт сала бастадым. Сықырын естіген шал қашып барып кереуетіне жата қалды. Үніңді өшіресің ба, жоқ па? Болды балам, болды, мен жаттым деп көрпесін тартты. Көтерген қолымды көріп жатып ұрады деп қорқса керек. Өткенде ғана тас төбесінен ұрып екі тісін қағып алғанмын. Содан бері ашуымның келгенін байқаса тым-тырыс болады. Шал, кедергі келтірме, жігіттер демалсын. Арамдық ол, арамдық қой, малой. Мен мына адамдарға таң қаламын. Арамға ақша жұмсайды, тегін нәрсеге бармайды деп басын шығарып қайта жапты. Аларып қарап кете бердім. Шалдың сөзі рас қой, шынымен де. Зиянды нәрсенің бәрі ақша тұрады. Мысалға арақ, темекі, одан да мына қыздар, бұлардың бәрі шықырлаған ақша. Аяука, жасың қаншада? 18-де. Қай жақтың қызысың? Қарағанды Теміртау дейді. Осылайша түнге қарай хат айшы қыза түсті. Тырдай жалаңаш қыздар моншаға кіріп шығып топырласып жүр. 5 жылда алғашқы рет деп сайгак отыр. Жалпы еркек кіндіктің бәрі дән риза. Ақша болса бәрі де мүмкін екен деп Асекең жүр. Одан Гошаны мазақ қып біраз күлді. Қазақы қойдың құйрығындай бүйіріпті деп тырқылдасып алды. Ойланып жатырмын, Аяукам 18-демін дейді. Заман бұзылып барады, бұзылып. 18-ге қызға не жетпейді деңіз. Сонау қаладан келіп түрмедегілерге қызмет көрсетіп жүр. Өзім студентпін дейді, әке-шешесі біле ме екен? Аяука, саған не үшін ақша керек? Оқуыма керек деп қояды. Қайсында оқисың деп сұрадым. Ол жағын айтпай-ақ қойсам болады ма деп көзі жыпылықтап отыр. Сен қыз менен қорқып тұрсың ба? Неге сонша дірілдеп отырсың? Қыз үндемеді, алайда қатты қорқып отырғандығы көрініп тұр. Бұл менен не үшін қорқады бірдеңе демесем, сірә зектар дегенге қорыққан шығар. Мына жердегі әпенділерден қыздар түге еркектер қорқады. Аяука, мен соншама қорқыныштымын ба, айтшы деп сұрадым. Түріңіз суық, сосын бір түрлі тесіліп қарай істейді. Қорықпа, келе ғой жаным, жақында бері. Қолаң шашы төгілген қыз құшағыма тығыла түсті. Құралайыма ұқсап кетеді. Өзі әп-әдемі үлбіреп тұр. Қысқасы бірі бақырып, бірі шақырып шулап жатқанда таңғы сағат 5 болды. Қатарласып дәлізге шыққан қыздар киіне бастады. Сондай байқадым, менің аяукам араларындағы жалғыз қазақ қызы екен. Қалғандары орыс, кәріс, басқа ұлт өкілдері. Сол заманда бұл маған ерсі көрінген. Бірақ көп өтпей Сайын мен Сейфуллиннің бойына қыз толып кетті. Ол жерде біреу емес, екеу емес, топ-тобымен 10 мыңдап тұрды дейді көрген білгендер. Сонымен қыздар дайын болғанда сыртқы есіктен күзетші көрінді. Күзет киімін киген қыздар тұра жүгірісті. Жігіттер, қалай болды деп сұрадым. Керемет болды, мен 5 рет деп сайгақ шықты. Асеке сен ше? Әй, менің жасым келді ғой балдар дейді аспазшы ағамыз. Әркім өзінің көргенін айтып мәз боп отыр. Айына бір рет шақырып тұрамыз деп қуантып қойдым. Шалдың намаз оқыған дауысы шықты. Мынадайдан кейін намаз оқуға болады ма, не істейміз деп Гоша отыр. Оқимын дегендер болса оқи беріңдер, мен ұйықтаймын. Бүйтіп Құдайды алдап не керек? Қартайғанда оқысаң да бола береді. Жуынып шайынып келген жігіттер сапқа тұрды. Мен ұйқыға кеттім. Бұл енді осылайша өтіп кетті. Кейінде жеке-жеке сөзге тартып көрдім. Қарсы шыққан ешкім болмады. Қыз деген сондай құбылыс. Денсау еркек бас тартпайды екен. Әйтпесе Асеке дегеніміз 60-тан кеткен кісі. Олай болса айына бір рет көңіл көтеріп тұру керек. Сен бала ақшаны қыз қырқынға шашқанша жина деп күңкілдей бастады. Бұл шалдың үстіне кіргенде болған әңгіме.
Жинағанда не істеймін, кім үшін жинаймын деп сұрадым. Заманның түрі мынау, ақшасыз күнің өтпейтінін білмейсің бе ақымақ дейді. Ол ақшаны адал келген ақша деп кім айтты ақсақал? Ол біздің үлесіміз. Демек, адал ақша есектің артын жусаң да мал табуың керек дейді. Адал ақшаны тапқан екенсің алжыған деп зірк еттім. Жалт қараған шалдың үні өшті. Осы греб дегенді айтайын. Бұл адал еңбегіңмен тапқан ақшаға жатпайды. Бұл ананы мынаны қорқытып, үркітіп зорлықпен келетін ақша. Қайбір бизнесмен немесе малшы, қойшы өз еркімен ақша береді дейсің. Бәрі қорыққандарынан береді және қақалып өлгірлер деп қарғап береді. Сондай ақша жиналып, криминалдар арасында үлеске түседі. Одан бір бөлігін түрмеге жібереді. Ал енді Нұржан дейді. Сол баланың атын бірнеше рет естігенде. Астыртын шақырып келіңдер деп тапсырдым. Оны айтып келген Сайгак еді. Әкелуді өзіне жүктедім. Болды малой, мен оны бүгін аға келемін деп уәдені үйіп төгіп ол кетті. Сол жігітпен жеке сөйлесіп көрейін дегенмін. Әйтпесе Сайгак ұры қақылдап қоймады. Атың кім сенің? Нұржан дейді. Жасың қаншада деп сұрадым. Нұржанымыз 31-де екен. Қыз саудасымен айналысып істі болып келіпті. Бізге қашан сыйға тартасың деп төтесіне көштім. Оған себеп айтуынша түрлі түсті қыздар бар. Мына түсті дегенді әдейі айтып тұрмын, өйткені сонау Эфиопиядан келген қара маржандар бар дейді. Жаңа жылға сыйласаң қарсы емеспіз. Жігіттер жан жағынан жамырағанда Нұрекен қатты састы. Ақымақ емес, хата ішінде пахандар отыратындығын естіп жүр. Өзінің қайда кіргенін де біліп тұр. Анау жерде таза жетхана болса, жуынатын бөлек бөлме, одан асхана бар. Түрмеде мұндай жағдай жайдан жай жасалмайды. Сіздер кіргізе алсаңыздар, мен сөйлесейін дейді. Соған қарағанда түрме ішіне қыздар келеді дегенге сенбесе керек. Ендеше сөйлес. Эфиопиялық қара маржандар қыздарыңды көрейік деп тапсырып жібердім. Басын ұстап ол кетті. Осы жаңа жылға дейін біраз жаңалықтар болды. Асекең қоңырауға ілініп тойлап жатыр. 9 жыл аз емес. Ойланып қарасаң, бұл кісінің 9 жылы мына 4 қабырғаның арасында өтті. Мұның немере жетектеп ойнатып жүретін кезі. Бетін сипап бата беретін жаста. Түрме дегеннің осындай тұстары бар. Асеке, бері келіңіз аға деп шақырып алдым. Томпаңдап басып жетіп келдім. Асеке, мені білесіз ғой деп сұрадым. Көзін сүзіп түсінбей қалды. Мына жерден шығасыз, анау жаққа барып не айтасыз? Айтқанды сол аман саулықта малой дейді. Аман саулық ол бөлек әңгіме. Айтайын дегенім мына жердегі ауыз түйісте сыртқа барып айтатын болсаңыз, мен сізге қатты ренжимін аға деп тапсырдым. Онан басқа амалым жоқ еді. Басшылыққа айтып барса құрыған жеріміз. Ол жағынан қам жеме малой, жасым келді. Енді маған тыныштық керек деп аспазшымыз ат-тонын ала қашты. Тыныштық керек болса солай Асеке. Егер басшылық білетін болса, үкіміңізді өзім шығарамын деп ескерттім. Хатадағы паханның үкімінің не екенін біледі. Кеудесін соғып кетіп отырды. Қимайды екенсің. 1 жылдай бірге отырған адамды қимастықпен шығарып салдық. Түйіншегін көтеріп ол кетті. Келесі кезек Гошанікі. Одан анау шалдың кезегі бар. Сол алжығанның күні жақындай берсін. Көзін құртамын. Өйткені ол бостандыққа шықпауы тиіс. Әйтпесе кисасына қосылып бәле болады. Бұл жаңа жыл жақындап қалған уақыт. Басшылыққа хат жазып, кеңесіп үйренген кезім. Қартайып барамын. Көзім нашар. Хатты осындағы балаға жаздырамын дегенмін. Басшылықтан ешқандай күдік жоқ еді. Негізі түрме бастығына кім болғанда тұрғаны не? Қыздардың үстінде біраз ақша тапты. Бәлкім содан болар. Бекештер ұнады ма деп қалжыңдап сұрапты. Мұнысы қыз керек болса айтыңдар дегені. Анау Нұржанды ол да біледі. Жалпы түрмеге түскен кез келген адамның дерегін басшылық пен пахандар біліп отырады. Демек бастықтың өзі қыздар жайлы тұспалдап тұрғанда кездесу шақырсам болмас па екен. Сондағы ойым Құралай жайлы сөйлесу болған. Дерегін беріп
тауып берсеңіз, мынанша сомада ақша беремін десе, жүгіретін шығар. Заманның түрі мынау, ақшаң болса шешілмейтін түйін жоқ. Басеке, Олжас деген баламыз бар, сізбен жеке сөйлескісі келеді. Күзетшіңізден сәлем айтыңыз деп жаздым келесі бір хатта. Енді бірдеңе деп жауап беруі тиіс. Жаңа жылға 3 күн қалған кез еді. Түрме клубында карнавал болады деп жатқан. Темір торды ұрып, күзетші келді. Алдынан шықтым. Олжас Құрмашұлы деген сен бе? Я, мен тыныштық па? Саған 10 минут уақыт, киімдеріңді ауыстырып дайын бол, бастыққа барасың дейді. Менің де күткенім осы еді. Сақадай киініп, сайланып шықтым. Түрме бастығы 40-тан кеткен жігіт ағасы екен. Жеке кездесуге өтініш жазыпсың. Не үшін деп сұрады. Келіншегім 2 қабат болып қалған еді. Соның хабарын білгім келеді дедім. Шыныңды айт балақай, мұнда сені бойдақ деп тұр. Қайдағы келіншек? Мүмкін особой болғаның үшін хатташылар қинап жүрген шығар дейді. Жоқ Басеке, олай емес. Менде бәрі жақсы. Маған Құралай деген келіншегім керек деп қайталадым. Сенің жасағаның өте ауыр қылмыс. Саған кездесу беруге болмайды. Сондай-ақ сен оны тапсырыспен жасағансың. Хотя ол жайлы мына делода көрсетілмеген. 8 жылдан бері бастықпын. Қандай қылмыстың қандай жағдайда жасалғандығын біліп отырамын. Ол жағын майор мырза айтқан шығар дейді. Айтты деп күбірледім. Айтса сол, үкім орындап қылмыс жасадың. Сол үшін сені хатаға қосып алды. Сен анау ақсақалға рахмет айт, дейді. Аға қысын төлесем деп есікке қарадым. Өзің түрмеде жатсаң, сен балада қайдағы ақша деп таңғалды. Ақша болады аға, қам жемеңіз. Орыннан тұрған бастық терезеге беттеді. Одан бір дана темекі шығарып, еріне қыстырып оттық тигізді. Мен ойлануым керек дейді. Айттым ғой, бұл адамға ақша болса болды. Әңгіме ақшаға жеткенде сөз өзгеріп шыға келді. Ендеше өзім айта салайын дедім. Аға, 500 теңге беремін. Бастықтың көзі жайнап кетті. 500 теңге деген үлкен ақша ғой. Сен осы ұрлық жасамайсың ба дейді. Жоқ, мен ұры емеспін. Олай болса ақшаны қайдан аласың деп сұрады. Әйелім мен балам үшін табамын дедім. Жарайды бала, жаңа жылға іс-шаралар басталды. Мереке өтсін, өзім хабар жіберемін. Күт, ешқандай сөз болмасын деп шығарып салды. Қуанып кеткенім сонша алғысымды жаудырып орнымнан тұрдым. Айттым ғой, мыналарға ақша болса болды, елінде сатады. Есікке жеткен едім, тұтқын деген дауысқа бұрылып қарадым. Темекісін езіп, күл салғышқа тастаған бастық жақындап келіп, әке шешең бар ма? Олар не жұмыс жасайды деп сұрады. Менің ақшадан қам жемеңіз, тауып беремін дегенме бай баласы деп ойласа керек. Әке шешем бар, бірақ мен олармен араласпаймын деп шынымды айттым. Жарайды боссың деп қолын сермеді. Басеке, ол жағынан қам жемеңіз деп қайталап шыға бердім. Кәдімгідей таңырқап қарап қала берді. Есік сыртында 2 күзетші күтіп тұрған. Қолыма кісен салып жетектей жөнелді. Ойланып келемін. Енді Құралайымды табуым керек. Ол өзі бар ма, әлде өліп қалды ма? Тірі болса ғой шіркін деймін. Кеудемде бір өкініш пен өксік бар. Төсегіме келіп құладым. Бастыққа ақша беремін деп артық кеткен жоқпын ба? Енді қит етсем ақша сұрап бәле болмай ма деп тағы да ойланайын. Өйткені түрмеде мұндай да сорақылықтар болып тұрады. Айт десеңіз айтайын. Ақша табалады деген тұтқындарға, немесе ақшасы бар деген тұтқындарға тиісіп, ақша бопсалайтын басшылар жетеді. Олар оны әдейі істейді. Жеке камераға қамаймыз деп қорқытып ақшалады. Дегенмен менің жөнім бөлек. Ол менің кузнец пахан арқылы хатаға барғанымды, Малой деген лақап атым болғанын біледі. Ендеше артық кете алмайды. Себебі түрменің ішкі саясатында пахандардың орны бөлек. Көп деген нәрсені солар шешеді. Ең бастысы ондай түрмеде темірдей тәртіп болады. Сонымен жаңа жыл өткенде ақша жағын қарастыруым керек деп жүрдім. Сол себепті де қызды табу үшін бәрібір мына алжығанға баруым керек болды. Ақсақал, амансыз ба? Әй ақымақ, бұл не қылғаның? Бір күні сіз деп сөйлейсің, одан сен деп дікеңдейсің деп тоңқылдап алды. Ақсақал, сенің маған көмегің керек.
Құралай жайлы бәрін айттым. Шал төмен қарап біраз отырды. Екінші рет сотталғанымда менің де келіншегім 2 қабат болған. Содан бері хабар жоқ. Мен сені түсінемін, малой дейді. Түсінсеңіз осы ақсақал, маған көмегіңіз керек. Ақшаңызды санап беремін дедім. Негізі осы үшін көп ойландым. Әу баста Аршын шалдың кенже қызын тапсырғым келген. Алайда одан не пайда? Ол менің атымды естісе безіп кететін шығар. Сосын оны тапқанмен не айтады? Кім не дейді? Одан да өзімнің құралайым табылып, хат хабарын алсам, әрі қарай көрермін деген. Шал қолыма қағаз бен қалам берді. Аты, жөні мен жылын, туған ауылын жазып бердім. Оған Сафи деген татар күзетшіге апарып бер деп, өзі хат жазып тапсырды. Сафи дейді. Сафи дейтін біреу бар осында. Өзімен қарсы келіп сөйлеспесем де атын естуші едім. Сайгак арқылы оны таптым. Еңгезердей шикі сары біреу екен. Пахан хат беріп жіберді. Жан-жағына алақ-жұлақ қараған күзетші қолын созды. Бүктелген қағазды қыстырып жіберіп, теріс айналдым. Хабар өзімнен деп сыбырлап кете барды. Сол баладан хабар күтіп жүргенде жаңа жыл келді. Түрме ішінде кішігірім концерт болып жатқанда Сафи күзетші жақындап қағаз ұстатты. Қолтығыма тығып жіберіп, желіп ұшып хатаға келдім. Ақсақал, ау ақсақал деп айғайлап, есіктің құлпына кілт салдым. 27 бөлімнің соңы, жалғасы бар.